Бұл қазақ киносының алтын қорына енген «Менің атым Қожа» фильмінің қысқаша мазмұны. Киноны көргеніңізге көп уақыт болып, оқиғасын еске түсіріп, немесе сіз байқамай қалған тұстары туралы естігіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл Қалан KZ, біз бастаймыз. Фильм 12 жасар қожаның үйде басын жуып, сабаққа дайындалып жатқанынан басталады. Суды төбеден құйып тұрған әжесі мен немересі арасындағы жылулықты көреміз. Әжесі оның денесін сипап, жарайсың деп арасында күліп, басынан да қағып қояды. Бұл жерде қожаның тентектеу мінезі бойына ата әжесінен де тараған көрініп тұр. Жуынып болып ол айнаға қарап, ойға батып, өзінің келбеті мен есіміне көңілі толмайтынын айтады. Ал «Менің атым Қожа» деген титр шыға салысымен музыка ойнап, титрлар басталады. Ол кезде киноның титрі басында шығатын. Мұқият оқысаңыз, түсірілім тобы ішінде бәрі де қазақ өнерінің аңыз адамдары. Олар туралы толығырақ осы арнадағы келесі видеода айтамыз. Жалпы авторлардың не айтқысы келгенін жазушы Бердібек Соқпақбаевтың қиын тағдыры, осы повест қалай жазылғаны және киноның тарихы туралы толығырақ білгіңіз келсе, міндетті түрде көріңіз. Лайк басып, арнамызға жазылып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Ал біз жалғастырамыз. Кино авторлары жалаң титрді қоспай, көрерменді қожаның бетін тыржитқан түрлі суреттермен қызықтырады. Сәлден соң қожаны әжесінің «Кітапсыз қаласың» деген айқайы бөліп жібереді. Тез киініп, төбеден бір құртты аузына салып жіберіп, қожа дүкенге асыға жүгіреді. Әрі қарай ауылдың сол заманның атмосферасы тамаша көрсетілген. Повест 1950 жылдары жазылған ескерсек, бұл кинода соғыстан кейінгі өмір көрсетілген. Қазақтың ашаршылықтан, соғыстан кейін бас көтерген кезі болса керек. Ал қожаның тентектеу екенін тек қана көрермен емес, комбайншы Қаратай да көріп, басын шайқайды. Осы сәтте керемет көңіл күйді «Қара көже!» деген айғай бұзады. Оны айтып алыстан қол бұлғап тұрған Жантас. Қасында қожаның бала махаббаты Жанар да бар. Екеуі ертемен кітаптарын алып қайтып бара жатса керек. Мазақтағанын естіген қожа «Шекеңді шодырайтып жіберейін бе?» деп білдіртпей жерден тас алып жатқанда, Жанардың да бар екенін көріп, тасты лақтыра салады. Қожа екеуіне жақындап, Жантастың қайта-қайта келемеждегеніне шыдамай, қолындағы шыбығын тартып алып, арқасынан осып жібереді. «Директорге айтам» деп Жантас ыңырсып қала береді. Ақыры дүкенге жеткенде қожа халықтың лық толы екенін көріп, кезекте тұрғысы келмей, айналып ішке кіріп бара жатқанда, оны бір әйел ұстап алады. Бұл оның жаңадан келген сынып жетекшісі Хадиша Майқанова екен. Бірақ қожа да, көрермен де оны әзірге білмейді. Басты кейіпкеріміз «Қанталам» деп өтірік айтып ішке кіріп кетеді де, көп ұзамай оқулықтарды ішіне тығып шығып бара жатқанда, Майқанова оны тағы да ұстап алып, аты жөнін сұрайды. Қожа «Чинкачкук» деп жауап беріп, халықты күлдіртеді. Ал Майқанова оның кім екенін білгеннен кейін «Сынып жетекшің болам» деп қожаны шошытады. Жантас пен Жанар балалардың доп ойнаған қарап отырса, қайтып келе жатқан қожа кітаптарын жерге тастап, бірден ойынға кіріп кетеді. Көп ұзамай қожа гол соғып, екеуінің жанынан басын көкке көтеріп өтіп кетеді. Үйге келсе, есік алдында комбайншы Қаратайдың мотоциклі тұр. Қожаның көңіл күйі түсіп, қарғыс айтып, темір атты бір теуіп ішке кіреді. Үстелдің басында Қаратай мен қожаның анасы Милат шай ішіп отыр. Әжесі қожаға «Үйде қонақ бар, кірме» десе де, қожа тыңдамай кіріп, Қаратаймен амандаспай өтіп кетеді. Қожаның бұл жерде кино авторлары анасы мен Қаратайдың дәл ортасына қойғанын қараңыз. Ол екеуінің арасындағы тірі бөгет болып тұр. Қаратай қожаның мінезі туралы айтып, оған әкесін еске түсіреді. Жарда ілулі тұрған әкесінің әскери суреттеріне қожа ұзақ қарайды. Сәлден соң үлкендердің әңгімесін ұнатпай, қожа есікті тарс жауып шығып кетеді. Қаратай анасына «Ер азаматтың керегі осындайда ғой» деп қарайды. Милат жымиып қоя береді. Келесі сахнада суға шомылып жүрген балалар арасында қожа жалғыз жүреді. Керісінше Жантас бір топ балалармен қожаны тағы да мазақтайды. Қожа өз-өзін шыдамдылыққа шақырып, олардың шулағанына құлақ аспай теріс қарап отырғанда, жалғыз досы ересектеу Сұлтан келеді. Қожаның көңілін де көтеретін, басына бәле де әкелетін осы кейіпкер. Мына суды менсінбей, Сұлтан алыс жерге барып, балық аулап қайтайық дейді.
Бірақ қожа мамам жібермейді деп кетуге бата алмай тұрғанда, сол кезде Қаратай мен Милат жандарынан мотоциклмен өтіп кетеді. Қожа біраз ойланып арттарынан қарайды да, ақыры сұлтанмен бірге кетеді. Бұл жерде айтқым келгені, жалпы бүкіл кино бойы мұндай нәрсені байқауға болады. Қожа негізінен Бердібек Соқпақбаевтың өзі айтқандай, тентек болса да ақылды тентек. Сол себепті қожаның әрдайым жақсы бала болуға тырысатынын көреміз. Бірақ ерексіз теріс жаққа бұрылып кете береді. Ал жақсылық жасайын десе, басына бәле тілеп алады. Мысалы қараңыз, сұлтан балыққа барғанда Қаратайдың төбеде тұрған ауын алып кетеді. Кейін екеуі рахаттанып, мәз болып түнге дейін балық аулап, кейін қайтқанда сұлтанның аты қашып кетеді. Амал жоқ, екеуі 25 шақырым жерден таң атқанша азып тозып жаяу қайтады. Сонда сұлтан ауды төбенің шетіне лақтыра салады. Ал қожа орнына апарып берем деп Қаратайға ұсталып қалады. Сұлтан оған қаш деп тұрғанда, қожа екі ортада не істерін білмей, ақыры Қаратайдың мотоцикліне мініп кетеді. Міне, айтқаным осы ғой. Қожа тағы да жақсылық жасаймын, тентектікті түзеймін деп қолға түседі. Мұқият қарасаңыз, мұндай жайттар фильмде көп кездеседі. Келесі сахнада қожаның сыныпта отырғанын көреміз. Майханова апай кіріп қожамен сөйлеседі. Кейін жантас орнынан атып тұрып, қожаның үйіне қонбаған арыздап айтады. Сол кезде қожа оның орындығына кнопка қойып үлгереді де жантасты жылатып қояды. Мұғалім қожадан сенбе деп сұрағанда ол мойындайды. Майханова сәл ойланып, оны сыныптан шығарып жібереді. Мектеп ауласында балаға күзетші Сайбек қарт кездеседі. Ол қоңырау соққан кезде аулаға оқушылар ағылып шығады, бірақ арасынан жантас көрінбейді. Қожа сыныпқа кірсе, оның жанармен кітап оқып отырғандарын көреді. Қожа жантасты мазақтап, бетіне сияға малынған шарикті атып жібереді. Сол кезде жантас атып тұрып, төбелес басталатындай болады. Бірақ ол бетін сүртіп, жылап шығып кетеді. Үстіне сия тигенін көріп, жанар да партаға жатып алып жылайды. Келесі сахнада сыныпта тек Майханова апай мен қожа. Мұғалім одан жауап бергенін талап етеді, бірақ қожа үндемейді. Сол кезде сыныпқа Оспан Рахманович деген мұғалім кіріп келеді. Ол қожаның әкесі екеуі әрі дос, әрі соғыста бірге болғанын айтып, әкесін мақтап, қожаның намысына тиіп сөйлейді. Қожа бұдан әрі тентек болмайтынын айтып, кешірім сұрап кетеді. Кешке қарай қожа жанардың үйіне келіп, терезеден оны көріп, оған деген сезімі туралы іштей айтып тұрғанда, иттерге таланып, үстінде киімін жыртып алады. Осы кезде жанар оны көріп, үйге дойбы ойнауға шақырады. Ойын үстінде екеуі сөзге келіп, бір-бірін мақтаншақ деп мазақтап, ұрсып қалады. Таңертең қожа жанардың суретін салып, сіріңкемен атын жазып отырғанын көреміз. Қиялға беріліп ол өзін ғарышкер болып елестетеді. Ал жанар гүлмен күтіп тұр. Сол гүлді анасына сыйлайды, ал басын иіп жалынып келіп тұрған Майхановаға халықтың көзінше ұрсып, қолы қайырылған жантасты құйрығынан бір теуіп, Рахмановтың мақтауын естиді. Барлығы қуанып, қожаға гүл лақтырып жатыр. Дәл сол кезде әжесі оятып жібереді. Сабаққа кешіккенін түсініп, қожа атып тұрады да, тез-тез киініп, жуынып, бетін әжесінің орамалына сүртіп, аузына тамақты тығып жүгіріп кетеді. Келсе, Рахманов ағай балаларға өз арманы туралы шығарма жаздыртып жатыр екен. Қожа ойға кетіп, өзінің биік қиялдарына батады. Сөйтіп, көктем мезгіліне де ауысамыз. Ақ бұзауын қуып келген қожа одан жанардың үйіне қарай жүгіруін жалынып сұрайды. Сөйтіп, жанарды көрудің сәті түсіп, әңгіме кезінде екеуі бір-бірінен дойбы ойнағандағы мінез көрсеткені үшін кешірім сұрайды. Келесі күні судың жағасында оқушылар мектеп тапсырмасымен бақа ұстап жүреді. Қожа тасадан атып шығып, бір топ қызды шошытады. Олар қашып, тек жалғыз жанар қалады. Қожа оған ұстап алған бақасын көрсетіп, күлдіртеді. Кейін сыныпта Майханованың сөмкесінен бақалар секіріп шыққанда, мұғалім шошып шығып кетеді. Шулап кеткен балалар ішінде тек қожа тыныш отырады. Майханова директормен келіп, екеуі кінәліні іздейді. Ешкім айтпайтынын көріп, директор Ахметов сабақ біткесін бәрін жазалайтынын айтып кетеді. Сол кезде қожа ғана орнында тұрып қалады да, өзінің бар кінәсін мойындайды. Келесі көріністе қожа шөп үстінде қиялға беріліп жатқанда анасы келіп, оны жұмысынан педсоветке шақыртып алғанын айтады. Бұл жерде немересін қорғаштаған әжесінің кейіпкері туралы айтқым келіп тұр. Актриса Зағи Құрманбаева өз рөліне өте керемет таңдалған негізі. Ажар келбеті, әзіл қойлығы, ақ орамалының астындағы бұрымы, шаруаға да мықты, қайратты екен көрініп ақ тұр.
Оның ат байлағанның өзін қараңызшы. Қандай ептілік. Бұндайда негізі жасандылықпен ойнай алмайсың. Тамаша үйлескен актриса. Киноға оралайық. Әжесі қожаға анасының көңілін аулап сөйлес дейді. Оның жүрегінің ауыратынын да осы жерде айтады. Басты кейіпкеріміз анасына осы жерде өзгеруге уәде етіп, ең үлгілі бала боламын деп сөз береді. Кешке анасы педсоветке кіреді. Ал қожа аулада күзетшімен шай ішіп отырып, әкесі туралы жылы сөздер естиді. Мұғалімдер оны шақырып, тентектігін талқыласа да, сабағын жақсы оқитынын мойындайды. Келесі күні қожа анасын жұмысына шығарып салып жатқанда, ішіндегі сырын шыдай алмай айтады. Бұл үйге еркектің керек жоқ, оңбаған қаратайға күйеуге шықпаш деген сөзді естіп, Милат күліп, баласын басынан сипап кете береді. Әжесі сыртынан қарап жылап тұрса, қожа анасы күйеуге шықпайды деп ойлағаннан ба, теріс бұрылып, мектепке қарай мәз болып жүгіріп кетеді. Осыдан кейін әйгілі сахна қожаның айна алдында педсоветтен көргенін қайталап, өз-өзіне ант беру кезі көрсетіледі. Айта кетейін, Астанадағы Жетісу саябағында қожаға арналған ескерткіш дәл осы сәтті бейнелеген. Астанадағы тұратын көрермендер болса, ескерткіш қалай ұқсайды ма? Өз пікіріңізді астына жазып кетіңіз. Сонымен қожа шошыған әжесін бөлмеден шығарып жіберіп, ендігі әрі бұзақылық жасамауға ант беріп, қаулы шығарады. Жалпы қожа өз-өзіне жиі анализ жасайтын бала. Байқасаңыз, ол өмірдің ағысымен ештеңеге алаңдамай жүре беретін адам емес. Әр ісін сараптап, неге солай болғанын ойланады. Кейін ол Майқанова мен Рахмановқа келіп, оны қой қырқуға емес, шөп жинауға жіберуін сұрап, Жантаспен бір топта болғысы келмейтінін айтады. Мұғалімдер қожаны тыңдап, ақыры келіседі. Ал Рахманов болса, сұлтанды еске алып, дұрыс жолға қоя алмай, шырағын жақпаған өкінішпен айтады. Сонда Майқанова қожаның шырағын жаға алмадыңыз ба деп сұрайды. Сол заман балаларына еңбекке баулу сәттері мектептен бөлек үйде де жетіп жатты. Қожа әжесі екеуі балшық езіп, қораны майлап жатқанын көреміз. Сол кезде үйдің қасынан жеміс-жидек теріп, қайтып келе жатқан Жанар, Жантас және топ бала өтеді. Жанар қожаны шақырып, оған құлпынайдан аузына салып береді. Жантас әріден тыңдаса да, екеуінің ортасында тұр деуге болады. Осы кезде Жанар шөп шабуға емес, қырықтыққа баратынын айтқанда, бұл қожаға күтпеген жаңалық болып шығады. Ол аузындағы құлпынайды түкіріп тастап, сол күйі мектепке қарай жүгіреді. Кіре салып, Майқановадан оны кері қой қырқуға жіберуін жалынады. Жалаңаш үсті басы балшық түрін көрген Майқанова оған ұрсып тастайды. Бірақ қожа қой қырқуға жібермесе, мүлдем бармайым деп тұрып алып, екеуі де айтқандарынан қайтар емес. Ақыры қожа есікті тарс жауып кетеді. Келесі күні барлық балалар көлікке мініп жатқанда, Майқанова қожаны таба алмай, оны тізімнен сызып тастайды. Ал Жанар мен Жантас қалған балалармен бірге кете береді. Оларда ата-аналар мен мұғалімдер оркестрмен жолға шығарып салып жатқанын көреміз. Бала тиеген машинаның кеткенін қожа алыстан қарап тұр. Сол кезде оған сұлтан кездеседі. Ренжіген қожаның бетін қарату үшін сұлтан оған өлгенше дос болуға ант берейік дейді. Қожаны ақыры көндіріп, екеуі көрші ауылдағы қойшылардың үлкен тойына тартып кетеді. Сұлтанмен жүрсең өлмейсің. Ол қожаны жолда тамаққа да тойғызады, темекіні де тартқызып үйретеді. Түтінге қақалып, аттан құлаған қожаны сұлтан сүйреліп бірінші кездескен киіз үйге алып келеді. Алдарынан шыққан кішкентай бала бұл Жұмағұлдың үйі деп сұлтанмен сөйлесіп отырғанда, аптаған күннен темекінің уынан әбден тозған қожа киіз үйдің көлеңкесіне барып жатып алады. Сұлтан баланы алдап сулап үйге кіріп, қымызын ішіп, етін жейді. Төрде жатқан бағалы теріні де сыпырып кетеді. Сөйтіп, көңілдері орнына келген екі дос тамаша табиғат аясында алғашқы рет шырқалып тұрған Саржайлау әнін шырқап кете береді. Бір мезетте алдарынан Жұмағұлдың өзі кезігіп, сіріңке сұрайды. Қожа оған бір қорабын береді, ал қойшыны танып қалған сұлтан тез тайып тұрып, Жұмағұл арттарынан қарап қалады. Келесі сахнада қазақтың нағыз дала думаны, қойшылардың тойы көрсетіледі. Қызықтың бәрі, ойын-сауықтың түр-түрі осы жерде. Ал осы кадрларды сүйемелдеп тұрған Саржайлау әні енді әсерлі музыкасымен, оркестрмен орындалып тұр. Қожа қызыққа батып жүргенде, сұлтан жан-жағына тіміскеленіп қарап, кезекті қулығын ойлаумен жүреді. Ол қожаға өтірік күресіп, ұтқан жүлдені бөліп алайық деп, сүйреп ортаға алып шығады. Сол кезде осы тойға бір топ әйелмен бірге Милат та келген. Баласын танып қояды. Тек анасы емес, бұл жерге қойшы Жұмағұл да шауып келеді. Оны байқап қалған сұлтан қорыққаннан қожаның астына жығылып, еңбектеп қашып кетеді.
Ал қожа ұсталып Милатты ел алдында жерге қаратады. Келесі күні анасынан таяқ жеген қожа денесін сипалап төсекте жатады. Есік алдында Қаратай Милатқа тағы да сөз салып, одан келіспейтінін естиді. Сөйтіп екеуі екі жаққа кетіп қалады. Ал қожа өзімен өзі әлек болып, осылардың ызасымен әдейі өлем деп бүркеніп жатып алады. Қиялында барлық жек көретін адамдары келіп кешірім сұрап жатқанда, кенет сұлтан келіп оятып жібереді. Қожа ызаланып сұлтанды ұрып алады. Ал ол болса әкесінің үйден қуып жібергенін, қарны аш екенін жылап айтады. Қожа сұлтанды аяп, үйден тамақ әкеп береді. Сол кезде сұлтан ойы өзгеріп, жалаңаш жүріп батыр болғанша мал бағып тоқ жүрген артық деп, енді әкесі сияқты жылқышы болатынын айтады. Ал қожа оңбай кетейін әртіссің деп шексілесі қатып келеді. Келесі сахнада сыныптастары қожаны ортаға алып, болашағын шешіп жатқан жиналысты көреміз. Қожа енді қайталанбайды десе, сенбек түгілі бәрі тарқылдап күледі. Оны қорғаштап жатқан тек жанар ғана. Осы сәтте жиналысқа Майқанова мен Рахманов келіп, қожаның шыға тұруын сұрап, оқушыларға ақылдарын айтады. Осыдан кейін тағы да педсовет болып жатқанын көреміз. Қожа ағаштың басына шығып қарап тұр. Кабинетте мұғалімдер мен анасын көреді. Жақындап қарайын дегенде, қожа ағаштан құлап, терезеден ішке кіріп кетеді. Соңғы сахнада қожа судың жағасында болашаққа үмітпен қарап, мектептен қуылмағанын қуанып айтады. Осы кезде қолындағы қармаққа балық та түсе кетеді. Ал алыстан «Озат жылқышыдан сәлем» деп бір үйір жылқы айдаған сұлтан өтеді. Екеуі бір-біріне қарап мәз. Міне, кино осылай аяқталады. Менің қолымда осы кітап. Оқымаған болсаңыз, міндетті түрде оқып шығуға кеңес беремін. Бұл шығарма мен фильмнің желісіндегі айырмашылықтарды бірден байқайсыз. Мысалы, повестте қожа жазушы болуды армандайды. Ал кино Гагариннің ғарышқа ұшқанынан кейін түсіріліп, баланың арманын ғарышкер болуға өзгерткен. Осы сияқты киноға кірмеген басқа сахналар бар, және Анфиса Михайловна атты орыс тілінің мұғалімі мен Сары қожа сияқты кейіпкерлер бар. Ал егер қожаның есейіп, ары қарай басынан кешкен оқиғалар туралы көргіңіз келсе, барлық достарыңызбен, жанұяңызбен бірге «Қожа жаңа саяхат» атты фильмді тамашалауға шақырамыз. Наурыздың 13-нен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында. Қадыров, өзің не айтасың? Қадыр, бұл жол не үшін кешіктің? Түнімен отырып роман жаздым. Сау мısың? Тоқтамай кәлінеге бас! Өзі секілді жантас, комсомолға кіріп, қатарының алды болып жүрсе, біздің қожаның жүрсін. Сұлтандай досың барда, аш қалмайсың. Қожа, сен қайдан жүрсің? Сен роман жазып жүр емессің бе? Жанар, саған айтылмай жүрген бір сырым бар. Айта бер, құлағым сенде. Сен жанарды мазалай берме. Қожа таймады оңай емес. Анасын қызғанады. Уақыты келгенде түсінер. Барлың соның өтірігіне иланып, сол жетімекті кешіре бересің. Не айтып тұрсың сен? Ей, кетті! Аттен қожа! Оны мектептен шығарып ал жет. Арыз жаз, соттатайық. Сен қожаны әлі күнге бала көрмесің ау. Әй, қара көже! Қожа! Қожатай! Қожа! Енді сен ер жеттің.